Сәлеметсіңдер ме балалар, 3-ші сынып қазақ тілі пәні 30-ші сабақ х дыбыстары тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 43-ші жаттығуға қараймыз. Кестедегі сөздерді оқы. Қ. Қала, құрал, қырман, қағаз, қайық. Х. Халық, хикая, хан, хат, хабар. Х. Қаһарман, жиһаз, гаухар, жиһангер. Ал енді тапсырма орындаймыз. Қ, х дыбыстардың айтылуын өзара салыстыр, олардың айтылуындағы ерекшелікті байқа. Балалар, қ, х дыбыстары дауыссыз, қатаң дыбыстар. Қ дыбысы қатаң естіледі, х дыбыстары бір-біріне айтылуы жағынан ұқсас екен. Келесі, х әріптері бар сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есте сақта. Х және х дыбыстарынан басталған сөздерді көшіріп жазамыз. Халық, хикая, хан, хат, хабар, қаһарман, жиһаз, гаухар, жиһангер. Осы сөздерді дәптерімізге жазып, олардың жазылуын есте сақтаймыз. Келесі, х қатаң дауыссыз дыбыстар. Х сөздің басында және ортасында кездеседі. Хан, саяхат. Х сөздің ортасы мен соңында кездеседі. Гаухар, мәшһүр, мұх. Ережені есімізге сақтаймыз. 44-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Ізет. Сәбира әжей немересі Хадишамен көшеде келе жатқан. Алдынан бір жас жігіт шыға келді. Сәбира әжей оны күтіп тұрды. Әже, өте беріңіз, деді жігіт. Жоқ, сен өт, балам, жол сенікі. Жігіт өтіп кетті. Хадиша әжесіне ренжіді. Өзінен кіші жігітке жол бергені несі? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар, қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деді әжей немересінің ойын сезгендей. Хадиша ойланып қалды. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Мәтін неліктен ізет деп аталған деп ойлайсың? Өз ойларыңды айт. Балалар, мәтінде әжей өзінен жасы кіші жігітке жол берді. Кішіге ізет деген осы, сондықтан да мәтін солай аталады. Өзіңнің үлкен адамдарға жол бермеген кезің болды ма? Балалар, ойланып жауап берсеңдер болады. Жоқ, үнемі үлкен кісілерге жол беремін. 45-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Жаһан, қаһарман, мархабат, халық, хоккей, хандалапай, қала, қырман, қағаз. Ал енді сөздердің мағынасын түсіндір. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Өзің қалаған сөздерді қатыстырып, сөйлем құра дейді. Балалар, түсінбеген сөздеріңді ғаламтордан немесе түсіндірме сөздіктен қарап біліп алсаңдар болады. Атам ғаламтордан жаһан жаңалықтарын көріп отырады. Футбол алаңына халық көп жиналды. Азамат хоккей үйірмесіне қатысады. Алматы өте көрікті қала. Әкем қырманда бидай жинап жүр. Осылай сендер де өздерің қалаған сөздерге сөйлем құрап жазсаңдар болады. Келесі 46-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, жаңа сөздер жаса. Бізде хана сөзі берілген, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, жаңа сөздер жасаймыз. Кітапхана, асхана, дәріхана, қымызхана, шілдехана, аурухана. Ал енді балалар, бұл сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Кітапхана дегеніміз бұл кітап оқитын жер. Асхана бұл тамақ жейтін жер. Ал дәріхана дәрі сатылатын орын. Қымызхана дегеніміз қымыз сататын жер. Ал шілдехана дегеніміз бұл жаңа туған баланы бесікке салу тойын шілдехана деп атайды. Ал аурухана дегеніміз бұл науқастар, ауырған кісілер баратын орынды, емделетін орынды біз аурухана деп атаймыз.
балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.